Бисмилля, 4-ші сабақ. Әріптердің сөз басында, ортасында және де соңында жазылуы дейді. Алиф сөздің басында, ортасында және де соңында. А, И, У, Б, Би, Бу, Т, Ти, Ту, С, Си, Су, Ж, Жи, Жу, Х, Хи, Ху, Хо, Хи, Ху, Д, Ди, Ду, З, Зи, Зу, Ро, Ри, Ру, З, Зи, Зу, С, Си, Су, Ш, Ши, Шу, Со, Си, Су, До, Ди, Ду, То, Ти, Ту, Зо, Зи, Зу, А, И, У, Го, Ги, Гу, Ф, Фи, Фу, Ко, Қи, Ку, К, Ки, Ку, Ла, Ли, Лу, Ма, Ми, Му, На, Ни, Ну, Ва, Ви, У, Ха, Хи, Ху, Я, И, Ю. Астында Ан'ам сүресінің 155 аяты жазылыпты. Міне осы біз түсірген құтты Құран, ендеше оған ілесіңдер және Аллахтан қорқыңдар, әрине кеңшілікке жетерсіңдер деген керемет аят бар екен. Бисмилля, 5-ші сабақ. Фатха жуан әріптер А дыбысымен, жіңішке әріптер Ә дыбысымен оқылады. А, да, ба, да, ро, а, да, ро, ка, да, ро, са, ро, за, қо, ва, ро, да, ва, ро, а, ва, за, на. Мына жерде бірінші бөліп оқимыз, екінші қосып оқимыз. Катаба, катаба, сабата, сабата, назала, назала, ядака, ядака, хасада, хасада, саджада, саджада, шароа, шароа, фасада, фасада, насоро, насоро, аrodо, аrodо. Және астында Юнус сүресі 57-ші аяты жазылған. Ей адамдар, сендерге Раббыларың тарапынан үгіт насихат, жүректеріңде орын алған бұзық сенімдерге шипа және иман келтіргендерге тура жол және рахмет, Құран келді деген екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 6-ші сабақ. Міне фатха жуан әріптерде О болып оқылады, жіңішке әріптерде Ә болып дауысымен оқылады. Мысалы, міне зо, ла, ба деп бөліп оқимыз. Қызылмен белгенде қосып оқимыз. Зо, ла, ба деп. Назоро, назоро. Роджаа, роджаа. Ғолаба, ғолаба. Холақо, холақо. Фа'ала, фа'ала. Кафаро, кафаро. Ма'ака, ма'ака. Солаха, солаха. Лама'a, лама'a. Джама'a, джама'a. Хамала, хамала. Халака, халака. Зохаро, зохаро. Және астына керемет аят жазылып қойыпты. Қамар сүресінің 17-ші аятында расында біз Құранды зікір насихат алу үшін жеңіл етіп қойдық, ендеше бір үлгі алушы бар ма деп қойыпты.